Так, сәлем достар. Біз Керімағаш санаториясындамыз. Бұл Алматы қаласынан 300 шақырым жердегі Панфилов районы Керімағаш ауылы. Так, бүгін июнь айының 30-ы 2020 жыл. Біз осы жерге келіп демалып жатырмыз. Мынау жататын корпустары 2 адамдық. Ішінде бөлмелері көп. Бөлмесінде туалет, ваннасы барлығы ішінде. Ар жағында да корпустар. Бұл жерде балшықпен, сумен емдейді. Жалпы жердің астынан ыстық 90 градустың үстінде ыстық су шығып жатқан жер. Буын аурулары, түрлі аурулар салқынды шығарады. Моншасы бар. Ыстық сумен, ыстық балшықпен емдейді. Бұл санаторияның ерекшелігі басқалардан. Біз басқаларында да болдық. Бұл жерде бір айта кететін жағдай, тамағы жаңағыдай өзі намазхан адамдар иелері. Тамағы, емі бәрі жақсы. Тамақтары жаңағыдай өздерінің фермалары бар, содан береді екен. Адал, еш жерден сатып алмайды. Сосын ер адамдар қызмет қылады. Массаж жасағанда, балшыққа түскен кезде әйел адамдар не қылады, қызмет қылады. Сол жері өте жақсы. Және де баняға барған кезде, моншада балшыққа түскен кезде адамдар бұлай кейбір жерлерде қарамай жүре береді ғой, қалай осы солай. Ашық. Бұл жерде барлығы жабық болу керек. Тәртібі сондай. Сол жері өте ұнады бізге. Сол үшін де біз осы жерге келгенбіз. Алда тағы да жеке жаңа нелеріне тоқталамыз. Емдеріне, ғимараттарына. Жалпы қысқаша осы келем десеңіздер, келіңіздер. Ауасы өте тамаша, керемет. Мына жерде де мына корпустар. Бұл жерде 2 семьямен жатады. Туалеттері бірақ бұл жерде далада. Енді бағалары әртүрлі, 13 мыңнан басталады қазіргі кезде. Ары қарай көтеріле береді бағалары. Тағы да бір айта кететін жағдай, біз келген кезде осы уақыттарда бұл жақта масаға қарсы нелер алып келіп сеңіздер өте жақсы. Кешкісін маса бар екен. Енді осы сияқтың тұрғындарының айтуы бойынша бұрын ондай емес еді дейді. Биыл жаңбыр көп, сосын маса көп дейді. Алматы қаласынан 300 шақырым жерде орналасқан. Мына жерде қазір біздер ем қабылдаймыз, процедура. Одан кейін завтракке барамыз. 5 мезгіл тамағы, 5 мезгіл береді тамақты. Осы шипажай туралы сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламыз. Мына жерде құстар жүр. Мына жақ кіретін жағы көлікпен осы жермен келіп, яғында шағын ауыл бар, ар жағында. Мына жерде қабылдайтын регистратурасы көше. Так, біз Керімағаштың главный зданиясына келе жатырмық. Мына жерде әркімнің ауруына байланысты ем тағайындайды. İçinde dərgərlər var.
балшық, ішінде су, ванна, массаж барлығы осы зданияда. Қазір ішіне кіріп көреміз. Көбісі әйел адамдар жүрген. Ана жерде тұрған баня. Ер адамдар кіріп жатыр. Бұйырса оны да көреміз. Мынаның үстінде бильярд бар, тренажерный зал бар сосын. Бұлар екінші этажында. Так, ішке кірейік. Так, ішіне кірдік. Мына бильярд, екінші этаж. Мына жерде тренажерный зал. Мына жерде телевизор қарап отыруға болады. Мына жағында банялар, суға түсіретін кабинеттер. 9 кабинет. Процедура қабылдайды. Мына жағында регистратура тіркеп, ем тағайындайды. Аяғы тоже балшыққа түсетін бөлмелер. Ана жерде массаж. Ана жерде зимний сад деген бөлме бар. Соған көрейік. Так, зимний сад. Қысқы бақ. İçinde кондер осы тұратын. Сөндіріп тастаған кондерді. Кресло-качалка. Түрлі гүлдер. Іші прохладный, салқын. Осы жерге келіп демалып отыруға болады. Креслоларға. Мына тоже шай ішетін жақ. Жаңадай фито чай береді. Сосын ертеңгісін кислородный жаңа не береді. Коктейль. Кислородный коктейль жақсы дейді. Кеттік ары қарай. Бұйырса енді баняға қарай барамыз. Так, шығып баратырмыз. Бұйырса баняға барамыз енді. Мына жерінде баня. Bir gün ер адамдарға, bir gün әйел адамдарға банясы. Баняның ішінде пар бар, бәрі бар ғой. 14 адамға арналған. Ал сол аяқпен кіреміз баняға. Так, мына кірген жер. Мына жерде телевизор. Мына жерде шай алып алады, мына жігіттер қызмет қылып жатыр. Раздевалка. Мынақа ер адамдар кіріп жуынады. Кабиналарға жуынады. Нумерациямен кіргізеді. 14 адам. Мынақа пар. Бұйырса осы каждыйында отдельно кабина болады. Мынандай простыня береді. Ер адамдарға ішінде ашық жүруге болмайды. Мына жерде душ. Душқа түсіп
Одан кейін мына жаққа парға кіреді. Так, міне Шарко душына келіп жатырмыз. Жердің астынан ыссы су өзінен өзі шығып тұр. Ешқандай давлениесіз жердің Алланың берген құдіреті. Бұйырса қазір ішке кіреміз. Кіре берсе, бұйырса жағына қарай кіреміз. Так, мынау киім шешетін жерлері, кабиналар. Ішінің бәрінде киімдер. Осы жаққа шешініп, ішке қарай кіреміз. İşte duş, sosun жердің астынан су шығып тұр. Так, мына жерде душ. Ар жағында бассейн. Еще су шығып тұр жердің астынан. Соған аяққа тізеге ұрғызады. Төбесі ашық. Мынау жердің астынан шығып жатқан су, ыссы су. Жақын жерде мешіт бар, ауылдың мешіті екен. Қазір ішіне кіреміз иншалла. Ауылдың мешітіне. Алейкумассалам. Так, шам намазының уақыты азан шақырып жатыр. Алейкумассалам. Алейкумассалам. Шамында мына жерде бассейні бар. 30 метрдей ұзындығы. Әр жағы 2 метр тереңдігі. 2 метрге жақын. Бер жағы кішкентай балаларға пайыз. Мына жерде жуынатын душтары, киінетін, шешінетін жерлері. Қысқаша осы сұрақтарыңыз болып жатса, комментарияға қалдырыңыздар. Келгісі келген кісілер болатын болса, бағаларына қатысты, емге қатысты, қандай ем, жеке-жеке тоқталып сұрағыларыңыз келсе, кімдерге комментария қалдырыңыздар, міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламыз.